Сахарная пудраның бағасы қазір өте қымбат, сол себепті мен оны сатып алып жүрген жоқпын. Баршаңызға сәлем, қазір мен оны үй жағдайында қалай жасап жүргенімді көрсетемін. Бізге қажет бар болғаны қуаттылығы жақсы блендер. Оған қантымызды өлшеп саламыз. Мен 100 грамм салдым, одан артық салудың қажеті жоқ, себебі дұрыс араласпай блендерге ауырлық түсіреді масса. Егер сізде күші аз блендер болса, онда максимум 20-30 граммнан салған дұрыс. Енді 5 минутке максималды жылдамдықта қосамыз. Мен шамамен 3 минут уақыт өткен соң сөндіріп, блендердің түбіндегі қант ұнтағын шпажкамен араластырып жіберемін. Одан кейін қалған уақытын жалғастырамын. Міне 5 минуттың ішінде қантымыз ұнтаққа айналды. Енді араластырып жақсылап консистенциясын тексереміз. Түйіршіктері жоқ, воздушный. Енді ыдысымызға салып қойсақ болады. Қымбатты достар, видео пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет.